Ал, құрметті бауырлар, мынау енді мен Global Trend компаниясында жұмыс істеп жүргеніме 2 жыл 2 ай болды. Бірінші Аллаға ризамын, екінші осы Global Trend компаниясының өніміне ризамын. Міне, мен алғаш ауырғанда мына осы 2 өнімнен бастағам. Осы 2 өнімнің ішіп 3,5 айда кейін 2 рет мен операция болды, мен эндометриозбен онкологический. Сол 3 ай 6 ай сайын қайттан өсті. Мен осыны ішіп, 3-ші операция отказ беріп, 3,5-4 айда мен бірінші өз бауырларымнан сұрадым, менен кейін спонсорым Береке ханымнан сұрадым. 3-шіні. Міне, бұл өнім қанның құрамын тазалайды, клетчатый уровень дейді, біздің уникальный мықты өнім. Одан кейін мен ішкен өнім мынау смарт. Мынау. Осы 4-еуін ғана іштім. Осы 4-еуін ішкеннің өзінде менде 7-8 диагноз болған. Полиартрит 32 жыл бойы. 32 жыл бойы полиартрит болдым. Осы өнімнің арқасында мен қазір гормондар ішпеймін. Аллаға сансыз шүкір. Осылардың арқасында мен 3 операциядан құтылдым. Бірінші эндометриоз женскийден, екінші печеньде киста бар етін, одан құтылдым. Одан кейін үшінші попочный крыжа дейді. Осы крыжа тағы да өсіп жатыр, жыртылып жатыр деп, одан да. Міне біздің өнімнің атасы мына Павло Свицкий деген Қазақстанның Павло Свицкий деген кісі академигі, 48 академик бұны 50 жыл бойы зерттеген. Содан тоқырау заманында бұл 3 жерде біздің неміз бар еді, жабылып қалды. Ленинградта, Фрунзеде, Алматыда. Алматы ғана сақталып, Павло Свицкий мынау Қазақстанның академигі осыны ары қарай тағы да 15 жыл біздің генетологияның бастығы Нұрлан Нұрымовқа осыны передавать етіп 2005 жылы. Міне 2018-ден бастап біздің Қазақстан халқына осыны беріп жатыр. Одан кейінгі біздің өніміміз міне паста. Қазір скорый помощьты біз шақырмаймыз. Скорый помощь шақырмаймыз. Өйткені мынау паста адам ағзасына өзі бар. Барлық ауруға 30 түрі полимерасы бар. Бірінші ауыз қуысындағы антибактериальный не бұл? Тісің қанайды ма, мұрның бітеді ма, ангинаң бар ма, жаңағы неді, температура шөккен бәріне көмек береді. Мынау геморрой бар ма, простатит, адемия ер адамдарға осыны пайдаланып жатыр. Әйел балаларында 20 жыл бойы суицид болған мен қатарлы адамдар осының 2-еуін алып рахметтерін айтып отыр. Больница көмектесе алмай қалды сол кезде. Уақытша береді, больницаны мен жамандай алмаймын. Өйткені сол жерде не қылды. А бірақ мынау соны не қылады. Қазір әйел балаларына ауру көп, миома, цистит, киста деген. Ләжі болса, докторға барып операция жасатқанша, одан да мынаны қолдансын. Өйткені оған тампон да қойып, әшейін ер адамдарға ректальный, әйел балаларына вагинальный салдырады. Керемет өнім. Бұны біз әрқайсымыздың сумкамызда жүр, әр бауырлардың сумкасында. Бар ма бәріқтарында? Бар. Болды. Қолданды. Одан кейін мен айтар едім әйел балаларына, міне, мынаны женский, бала көтере алмай жүрген, бесплодный, жаңағы не бар ғой, не тағы да, эрозия болған. Солардың бәріне мынау көмектеседі. Өйткені бұл белден төмен қарай жұмыс істейді, одан кейін белден жоғары қарай жұмыс істейді. Бұл мына жерде шприц. Қазір мен көрсетем. Қазір мен өзімде осыны пайдаланып жүрмін. Өйткені бұл керемет өнім. Міне, мынау шприц. Мынаны қазір мынандайлары барып алып өздері жаңағы неғып жүрген әйел балалары мынадан да маска жасайды. Алды жағынан бетіне маска жасап алады да, одан кейін бар. Женский жағына ма, соның бәрін сала береді. Ер адамдар ректальный салады. Мынау шприц әшейін лып етіп кете салады. Болды. Өзі до конца барады. Баяғыдай қалып қалмайды. Бұрынғысы да сәл жуандау еді. Мынау жақсы. Сондықтан мен айтар едім, қыз балалары, әйел балалары қайта больницаға операция жасатқанса, одан да осыны алып пайдалансын деймін. Сондықтан біздің Қазақстандағы отандық өнімді алып пайдаланайық. Бізден шетел алып жатыр. 12 мемлекеттен договорда отырмыз. Өткенде 7 жылдық форумға бардық. Америкадан, Германиядан, Чехиядан адамдар келді. Монголия олардың бәрін айтпай қой, олар Россия, Монголия глобалдың қазір несі болып жатыр. Глобал директоры болып жатыр. А біздің Қазақстанда жоқ. Неге жоқ? Өйткені біздің Қазақстан сенбейді бұндайға. Ішпейді, алмайды айтсам. Ал Россия, Монголия
басқа елдер бұда глобал болып жатыр. А бізде глобал жоқ әлі. Бриллиант қана. Экран дайын бар. Сондықтан мен айтар едім, осыны алыңыздар. Ауырып ем іздегенше ауырмаудың жолын іздейік. Бауырлар. Рахмет.